Наконец-то келдік-ау самолетпен, Аллаға шүкір. Чо там, қалайсың? Қалай болды? Жақсы, осы самолетке де мінбегелі көп болды ғой. Неге жақсы болды да, бірақ түсік мына аэропорт дейтін нарахат келдік ау қалаға. Мына жаңа қалаға келдік. Вау! Мәссаған. Қала? Әдемі екен, бірақ Мәссаған, мына қала дейтін өте керемет екен. негізінде әдемі. Мендегі бір ақшалар бар енді. Көп самолетке мініп, таксиге мініп, короче, ақшам көп кетіп қалады енді. Телефонмен бар екен. Телефон жоғалтпаппын хотя бір. Мына заправка. Көптен үйлермін, мына қала дейін әдемі екен, негізі бар ғой. Маған ұнады мына қала. Не болып қалды? Қайда қарап тұрсың? Просто мына үйлерге таңсанып қой. Жарайды енді. Ондай да болып тұрады. Жүре тұрайық. Мына жақта көп машиналар жоқ, анда бір автобус тұр екен. Ана жерде алма тұр, біреуінен тәртіп. Алмалар дейсің ғой, Бұның бірақ есі жоқ қой, біз жейтін құрсын. Так. Енді біз не істейміз енді? Тоқта, мен дейтін, мына жақтан бір такси тоқтатып көрейін. Таксилер болып жатса. Мына жақта бір мырза бар екен ғой. Мырза, мына жақта бір такси. Такси. Кімге керек такси? Такси тұр ғой. Нұрик жүре. Ұшырамай. Артына келетін. Такси. Отырыңыздар. Такси. Отырыңыз. Нұрикті кеттік, отырайық кеттік. Осы маған бір айтайын дегенім, осы қалада неғып көп адамдар жоқ. Неғып бұл қалада адам дегендер көп аз. Енді көбісі енді карантин болған соң ба? Карантин болды, көп адамдар сыртқа шықпайды ғой. Үйлер көп, үйлерінде отырады, көп тыныш. Бұл қала енді тыныш қала ғой. Дауысыңыз дұрыс естілмей жатыр что-то. Енді тамағыңыз ауырып жүр ме? Кішкене тамағым ауырады. Адамдар көбінесе далаға көп шықпайды екен. Тез жүре тұрасыз ба кішкене? Қазір машинам кішкене сынып қалып тұр ғой. Болды. Мына жақта автобусты қақып кетпеңіз, кішкене ағарып жүріңіз. Менің ойымша да мына жақтарда мына байлардың үйі жау деймін, походу, байлардың көшесі. Менің тумам ғой. Байлардың көшесі, байлардың үйі көп. Неғып көп тоқтап қалып жатсыз? Мына машинам кішкене дұрыс қатып. Что там не істеп отырсың арты? Білмеймін, арты сайқалып жатыр. Кішкене артқы орындағы енді кішкене дұрыс не істелмейді. Кішкене сайқалады. Ана машинаңыз қанша тұрады? Осы жаққа бұрыласыз, осы жаққа ау деймін, мен көрген сияқты болдым осы жақтара. Мына қарай. Бұрыласыз ба да? Мынау дейтін не ғой да? Осы жақта ғой тұратын үйлер. Мен естігем осы жақтар осы көшеде. Осы Абай көшесінде ғой, Абай көшесінде бар деп еді мен туым. Менің ойымша мына жерден өзі қала бітеді. Жайды. Рахмет. Нұрик жүре. Кете беріңіз. Сау болыңдар, жолдарың болсын. Рахмет. Что там? Енді ана таксидің жамбасым ауырып кетті. Мынау астыға түсетін бұл жақта машиналар тұрады. Бір машина тұр. Бұның бәрі түсінікті. Біреудің машинасы тұр ғой. Ана машина ұқсайды екен. Жарайды, кірейге жүр. Сен қаяқта тұрсың? Қайқа, кішкене мына кафеге бар. Сен мына жақта тұрсың ба? Кішкене тамақ ішіп кетейік. Бұл кафе емес, бұл дейтін не ғой? Просто бірінші этажда ғой, кеттік. Мына жақта барып кішкене қонсақ бола ма екен? Мынау қонақ үй секілді ғой да? Бұл қонақ үй. Бізге енді қай үйді таңдасақ, қай жақ? Жүрем. Қазір қай үйді? Іздестіре бер. Мына жақта адамдардың орындықтары. Сонда қаяққа тұрады тұрсақ болады? Мына жақ мен ойымша не? Мына жақ қонақ үй емес секілді, бұл менің ойымша қонақ үй емес. Мен ана жақта мешітті көріп тұрмын. Мына жақта мешіт жақын екен. Мына жақ бір жұмыс орны секілді, бірақ ешқандай адам жоқ қой. Пусто просто.
Эй, Меніңше бұл әлі соңында сен ашылмаған секілді. Меніңше әлі қаяқта өші жолын ұмыт қалдым өші бар ғой. Осы жақта өрем есімде Жүрсеңші. Осы жақта ғой, иә. Мына бір әдемі екен бар ғой, бірақ мен тамақ ішетін ақшалары қалдыру керек деп бізге дейтін кішкене үйлерді алу үшін. Мына тұр ғой, мына бір үйлер тұр ғой. Бұдан кішкене квартира алып алсақ бірақ. Бір квартира бірнеше алсақ. Жалға алсақ немесе. Жалға ала тұрамыз ғой, бізде енді ақша аз ғой. Сұрастырып көрейік, сатылатын кіші үй сатылыстар ма? Андай, мырза, ассалаумағалейкум. Андай бір андай квартира болсын. Ой, сәлеметсіз бе? Түрімізге қорқынышты екен, бірақ та енді қойд. Сізден бірдеңе сұрайын деп едім. Бір квартира болса да бірдеңе сата. Бұл жақтағы адамдар. Сізден сұрадыңдар ғой. Мен ойымша бұл жақтағы адамдар бізді менсінбейтін секілді. Тыртышқа, мына адамға тұрып көріңізші. Сіз кішкене жақсы қайырымды адам секілдісіз. Мына жақта бір үй сатыла ма? Иә, бар. Үй сатылады. Басқа, бірақ мен білмеймін оны. Ол менің ойымша ана жақта. Ой, мына жақта да өтті. Мына жақта. Кәдімгі барып көрейікші мына жақта. Кішкене жүріп қайтайықшы, иә. Квартира болсын, жоқ. Бірден үй сатып алсайық қой одан да. Маған қара байдың үйлері. Бізде ақша жетіп қалуы мүмкін, кішкене не сатпам екен, бір үй іздеп көрейік, шықтыран істеп болады ғой. Мәссаған, мына жақта кілең байдың үйлері. Кішкене секіне өтіп кете салайық. Мәссаған. Вау. Мына қалай дейтін кешке әдемі болып көрінеді екен, Иә, уже кеш батып бара жатыр. Мына жақта бір әдемі машина тұр. Так, Нотрич білдім. Жоқ, кеттік. Вау, мына жақта андай екі-үш этажды үйлер тұр екен. Осы үйлерді сатып алсақ бола ма екен негізі? Біздегі де енді қой қалалығы ана жақтағы ауылда қой не болды ғой? Осындай үйлер болды ғой. Мәссаған, мынау да сондай. Уже түн батып бара жатыр, уже бізде. Ей, тоқташы, бізде түн батып бара жатыр, енді біз не істейміз? Уже қараңғы болып кетті, біз жүреміз енді өйстіп. Ешқандай адамдар да жоқ еще сұрайтын мына жақтарда. Қара, барлығы свет өшіп тастаған, барлығы ұйықтап жатыр походу. Менің ойымша. Мына көше кішкене қараңғылау болып бастады. Мен мына жақтарды да қарап шығайын. Бірдеңе көріп. Мен бір жарық көрген көріп тұрмын осыда. Жарық көрген, жарық тұрған. Мына жақта бір свет тұр. Кейбір үйлерде болсын светтер жағылып тұр енді. Тоқташы. Мына жақта бір үй тұр ғой. Свет жағылтындай бұл үйде әйтеуір адамдар бар ғой. Мен мына жақта бір светі бар үй тауып алдым. Жоқ енді, кейбір үйлерде кішкене адамдар ояу. Бірақ енді көбісі ұйықтап жатыр. Ей, сәлем. Ұйықтап жатыр көбілері. Менің ойымша мына жақтарда үйлер сататын үйлер жоқ ау деймін. Мен мұнда вообще таба алмаймын. Сен вообще қай жақтасың? Мен сен кетіп жатқанда мен кері қаратта кетіп қалдым. Сен дауысың естіп тұрған дауысың жаққа баратыр. Бол, телефонды өшірем. Так. Енді ол қаяқты екен? Не болды? Мен мына жақта бір жалға берем дейді. Мен кішкене жалға тұра тұрыңдар дейді. Өте бай екен үйі. Қазір мен баратын жақтарға. Қазір давай короче онда. Барайық енді осы үйлерге. Қай бай үй деді? Ол қаяқта сонда? Осы жақта деймін. Міне тұр ғой. Қай үй? Мынау ма? Иә, осы. Мынау дейтін өте керемет үй. Ой. Мен жаңа бір алма жібедім ғой. Сол алманы жібедім, білмеймін, не бітіп кетті менің күшіме. Қарашы. Тоқташы. Мына үйде адам саған айтты ма шынымен де, осы үйге тұра беріңдер деп? Иә. Жалға үйі қай бөлмені берді бізге? Мына бөлмен андай, бізде төсек бар бөлме керек қой.
Мынау үй дейтін әдемі, бірақ іші тар екен бар ғой. Маған мынандай үйлер ұнамайды. Мынау үй іші өте тар ғой. Мына бір бөлме тапқан сияқтымын. Жоқ, дымды жоқ, сол баяғыдай. Ол маған үйдің кілтін беріп жіберді. Тоқта, бұл байдың үйі бұл дейтін. Тоқта. Соны тек қана бізге осы үй ғой да. Міне мынау бәрі мынау өзі бір үй ғой. Жанда тұрғанда ол үй емес ол дейтін. Бұл басқа үй вообще ол. Ол мынаудың үй емес, сонда осындай тар үйде тұрмайтын шығармыз енді біз. Енді Мына қара, мына осындай. Енді бір күн қонуға да болатын шығар деймін мен. Мынау өте кішкентай үй ғой мынау. Сен байдың үйі дейсің. Сыртынан сөйтіп көрінеді да, бірақ мынау кішкене. Бізде бірақ бірде бір үйде жоқ. Не заттар вообще? Қораптар, біртүрлі заттар жатыр. Қоймама бір бәле екен. Ой, кесір. Мынаның ішін ақтарып көрінбеуін. Құрсыншы, давай диванға ұйықтай берейікші, мейлі. Я, таң атқанын күтейік енді. Жарайды онда.